Құрметті достар, егер де домбыра аспабында тез және оңай үйренгіңіз келсе, онда менің домбыра үйрену мектебіме жатыңыз. Құрметті достар, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Домбыра аспабын үйренбес бұрын домбыраның құрылысымен танысып өтейік. Домбыра негізінен 3 бөліктен тұрады. Бірінші, домбыраның шанағы, мойны және құлағы. Шанағының өзінде ең бірінші мына домбыраның қақпағы деп саналады, беті. Мына жердегі ойық, дыбыс ойығы. Сондай-ақ мынау тиегі, шектерді ұстап тұратын, шетіндегі тұрған шектерді бекітіп ұстап тұратын түймесі, артында шанағы. Бұл домбыра 9 қанатты домбыра болып саналады. Сондай-ақ домбыра 7 қанат, 11 қанатты болып үлкен домбыралар келеді. Мынау мойны 19 пернеден тұрады. Сондай-ақ 20-21 пернелері мына жерінде ойнауға болады. Ол әртүрлі күйлерде, үлкен күйлерде кездеседі. Сондай-ақ үшінші бұл құлағы. Домбыраның екі шегін ұстап тұратын екі құлағы болады.